Енді бір ғана қауіпін айтайын. Қанша тапқан көлемі қатты маңызды емес, екеуі бір таңертең кешке дейін жұмыс істеп келді. Екеуі де келіп ортақ қазанға салып жатыр. Екеуінің де енді ниеті сол бала шағаны қамтамасыз ету, үйді жаңағы үй алсақ немесе сол үйлі жайлы болсақ деген сияқты. Бұл енді бізге батыстан келген ұсынылған орыс мәдениетінен ұсынылған модельдер ғой, дұрыс па? Кеңес үкіметіне дейін қазақтың әйелі жаңағыдай ақша табу деген ондай жауапкершілік болмайды ондай. Бірақ біз қазір әдемі түрде әйелге мойын іліп жібердік қой, ақша табу керексің сен де деген сияқты. Бұның қиын жері қандай? Батыстың моделін, Европаның моделін таңдадық та, неге қатысты? Материалдық жағдайға. Сөйтіп, екеуміз екі жақтан жұмыс істеп береміз ғой. Сосын кешке келген кезде жігіттер қазақ бола қаламыз да. Қалай? Қаймағында үйде жатамын мен. Әйелі менен бұрын келуі мүмкін, бірдей келуіміз мүмкін. Келеді да тез әйел бірдеңені ұйымдастырып жібереді дастарханда. Сол тамақ ішіп аламыз да. Сосын мен телефонға шұқимын, әлеуметтік желіге кіремін ба, теледидар көремін ба, әйтеуір жатамын. Ал енді үйді жинау керек, дастарханды қайттан жуу, дыстарды бәрін жуу, тазалау, асхананы. Үлгермей жатқан кезде күйеуіне шығыстайшы бір жағына дейді ғой. Ал не істеймін мен сонда? Мен тамақ істеп, сен тым болмаса дыстарды жуа салсайшы. Дұрыс жуған естіғады, еркек дұрыс жуатын бет. Мен ана шаңы сүріп жіберейін, сен еденді полды жуып алшы десе. Ол не деген сөз дейді ғой? Өлім ғой ол мен үшін деген сияқты. Әйелімнің ер адам ұқсап, мысалға деген ақша табу, ондай жауапкершілік алу норма деген сияқты ғой енді. Яғни күндіз батыстық болу бізге норма да қазір. Бірақ кешке қарай қазақ бола қаламын да мен. Мен қазақтың жігітімін ғой деген сияқты. Қазір өзіңіздің отбасыңыздағы жағдайды анықтау үшін арнайы дайындалған тест бар. Сол тестті толтырып қатысам дейтін болсаңыз, онда астына комментарийге тест деп жазсаңыз болғаны.